Саламатсыздар ма 7 сынып оқушылары? Бұл видеода 7 сыныптың, яғни статистика және мәліметтерді талдау бөлімі бойынша жиынтық бағалаудың есептерін талдайтын боламын. Яғни мынадай тапсырмалар берілген. Ғылыми жобалар сайысына қатысушылар тақырыптары бойынша 8 секцияға іріктелді. 50 қатысушының секцияларға таралу жиілік кестесі түрінде берілді дейді. Мына жерде, яғни 4-ші секцияда қанша екені белгісіз, қалған әрбір секцияның қанша оқушыдан бөлінгені, қатысушыдан бөлінгені жазылып тұр. Енді бұл жерде қалай табамыз? Ол үшін мына жиіліктердің барлығын қосып шығуымыз керекпіз. Жиілік деп тұр, мына жазылып тұр кестеде. Соларды қосамыз. 3 қосылған 4, қосылған 5. Қосылған сұрақ белгісінің орнына мысалға x деп қойып кететін болсақ, ары қарай 12 қосылған 8, қосылған 6, қосылған 3 деп жазамыз. Бізде есептің шарты бойынша 50 қатысушының деген ғой. Мына 50 деген. Яғни бұлардың барлығының қосындысы 50-ге тең болу керек. Тең болады 50 деп жазып қоямыз. Енді мыналардың барлығын қоссақ, 3-ке 4 оған 5-ті, 12, 8, 6, 3-ті қосатын болсақ, бізде 41 шығады екен. Яғни 41 қосылған x тең болады 50 деген шығады. Осы жерден x табатын болсақ, кәдімгі теңге ұқсап, 50-ден 41-ді азайтып тастаймыз. Сонда x бізде 9-ға тең болады. Яғни бізде мына сұрақ белгісінің орнында 9 деген сан болу керек екен. Балалар, бұл есептерін шығару жолдарын түсіндірмесімен айтып жатырмын, себебі есептің тапсырмалары кейбір сандар өзгеріп кетуі мүмкін. Сондықтан жалпы түсіндірмесін тыңдап алсаңыздар, ары қарай есеп шығару оңай болады. Негізі бұл бөлім оңай бөлім десе де болады. Енді екінші кестеде қыркүйек айында жарыққа шыққан 9 фильмнің орталық кинотеатрда неше рет көрсетілімде болғаны келтірілген. Ең танымал фильмнің салыстырмалы жиілігін табыңыз дейді. Біз білеміз, бірінші нұсқаулық беріледі, жиілік, сосын астында салыстырмалы жиілік деген тағы өзіміз қосатын едік, иә? Мен осылай қоса қояйыншы. Сіздер оны дәптерге сызасыздар. Яғни өздеріңіздің парақшаларыңызға сызып аласыздар. Мына жерде салыстырмалы жиілікті ең танымал деп тұр екен ғой. Тек қана біреуін ғана табамыз. Ол үшін онда кестесі қажет емес. Абсолюттік жиіліктерді бірінші қосып аламыз. Яғни 5 қосылған 3, қосылған 6, қосылған 12, қосылған 11, қосылған 8, қосылған 5, қосылған 4, қосу 6. Бұның бәрін қосатын болсақ, бұл бізде 60-қа тең болады. Енді бізге б деп тұр, ең танымал фильмнің салыстырмалы жиілігі дейді. Ең танымалы жиілік деп тұрғанымыз, яғни бізде абсолюттік жиілігі ең көбі бізде 12 болып тұр ғой. Сол. Яғни бізде салыстырмалы, ең танымал СЖ деп кетейінші. Салыстырмалы жиілік ол неге тең болады? Яғни 60-тан 12-ге, немесе оларды қысқартатын болсақ, екеуі де 12-ге бөлінеді. Мұнда 5, 5-тен 1, ондық бөлшек түрінде жазатын болсақ, ол 0,2. Егер пайыз түрінде жазатын болсақ, осы 0,2-ні 100%-ға көбейтетін болсақ, ол 20% болады. Ары қарай үшінші тапсырма. 7 сыныптың оқушылары қанша үй жануарын ұстайтыны туралы мынадай мәліметтер берді дейді. Енді үшінші есепті қарайық. Үшінші есепте 7 сыныптың оқушылары қанша үй жануарын ұстайтыны туралы мынадай мәліметтер берді дейді. Осыған біз кесте құруымыз керек. Бірінші іріктелген сандар қатарын құрыңыз дейді. Яғни бірінші варианттарын жазамыз. Ары қарай б-сында абсолютті және салыстырмалы жиілік кестесін салыңыз дейді. Және кесте мәліметтерін қайшылықсыздыққа тексеріңіз дейді. Яғни біз былай кесте өзіміз сызамыз деген сөз. Бірінші вариантталар болады. Ары қарай абсолютті жиілік, сосын салыстырмалы жиілік болады. Так, варианты. Мына абсолюттік жиілік. Үшінші салыстырмалы жиілік. Варианты дегеніміз осы қайталанып тұрған сандардың барлығын өсу ретімен немесе кему ретімен жазып шығамыз. Бізде 0, 1, 2, 3 және 4 пен 5. Одан басқа сандар жоқ. Мысалға 6 деген сияқты сандар жоқ. 4 пен 5 деп жазып аламыз. Енді осы сандардың ішінен 0 қанша рет кездеседі? Міне соларды санап шығамыз. 0 бізде 2 рет кездеседі. Яғни абсолюттік жиілігі 2-ге тең. Енді бірлерді санап шығайық. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 екен. Енді екілерді санайтын болсақ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Мына жерге 8 деп жазамыз. Үштерді санайық. 1, 2, 3. Яғни мұнда 3 деп жазамыз.
Енді 4-терді санайтын болсақ, 4 тек біреу ғана екен. 5-терде біреу. Енді салыстырмалы жиілік табамыз. Салыстырмалы жиілік табу үшін бірінші абсолюттік жиіліктерді қосып алу керек болады. Яғни 2-ге 9-ды қосып, оған 8-ді, 3-ті және 1 қосылған 1-ді қосамыз. Бұлардың қосындысы 24 болады. Яғни салыстырмалы жиіліктерін жазып шығатын болсақ, ол 24-тен 2 болады. Олар қысқарады да 12-ден 1 болады. 24-тен 9 деп жазамыз. Олар қысқарып 8-ден 3 болады. 24-тен 8 қысқарғанда 3-ден 1. 24-тен 3 олар қысқарып 8-ден 1 болады. Соңғысы 24-те 1, 24-тен 1 болады. Енді мынау бізде сандар қатарын құрыңыз деген мынау А-сы, абсолютті және салыстырмалы жиілігі деген бұл екеуі Б тапсырмасы. Енді С тапсырмасы бойынша тексеретін болсақ, кесте мәліметтерін қайшылықсыздыққа тексеріңіз дейді. Яғни мына салыстырмалы жиіліктерін бәрін қосқанда бізде бір шығу керек. Яғни 24-тен 2-ге қосқанда, 24-тен 9-ды қосқанда, 24-те 8-ді қосқанда, 24-те 3-ті және 24-те 1 қосылған 24-тен 1. Бөлімінде 24, алымында 11, 19, 22, 24. Яғни 24-тен 24 шығып тұр, ол дегеніміз 1-ге тең. Яғни біз білеміз, салыстырмалы жиіліктердің қосындысы 1-ге тең болу керек. Яғни қайшылықсыздыққа тексер деп тұрған осы. Назарларыңызға рахмет, балалар. Егер екінші нұсқа қажет десеңіздер, пікірге жазып кетіңіздер. Келесі видео сабақта онда түсіретін боламын. Сау болыңыздар.